Так, бірінші шек бізде 2,4 шықты дұрыс. Так, тез шығара салайық, ә? Так, мына жерде қысқартып жіберейік, немесе мынаны жаза алайық, ә? 1,10. 16 бөлінген 10 көбейтілген 4-тен 1 қысқараттаған 4-тен тағы қысқараттаған 2-ден мынаған 5-тен, иә? 5-тен. Иә. Так, Но азайтамыз. так, 2 бөлінген 5-тен азайтамыз. 8-ден 1. Так, мынау 8-ден 1 болады, қысқарған кезде. Иә, ана қысқарып. 1 Ортақ бөлім бізде. Так, мына жерді түсінбей қалмасын. Түсіндіре салайын. бөлінген 4-тен 10. Иә, Так, білем. ортақ бөлім 40. Мына жаққа 8, мына жаққа 5, иә? 5. Иә. Так, азайтам 16-дан 5-ті азайтам 11. 40-та 11 и 11 тек. 40-тан 11-ді көбейтемін, иә, сразу. 11-ден 4-ке. 11 мен 11 қысқарады. И 4 пен 4 қысқарады. Сонда 10-нан 1 болады, дұрыс па? 10-нан 1, иә. Екінші жол дейсілайық. Так, үшінші жолы. 20-дан 23-ті. Мына сразу бір спольшікке келтіріп атырмын. Көбейтемін 2-ге. Маған 1-ден, маған 10-нан. Сонда менде шығады 10-нан 23. Ең соңғы амал. 5-тен 12, одан потом 2,4. Қосамыз 10-нан 1. 10-нан 1-ді қосамыз. 10-нан 23. 10-нан 24. 2,4 бола ма? Кеттік ары қарай. Келесі есеп. Келесі 26 шықпақ. Келесі 26 дейсің ба? Дұрыс. Себебі x-ті мәнін мына жаққа қоямыз. 5-тен 3-ті көбейтеміз. 5-тен 3, 5 пен 5 қысқартады. Минус 2 көбейтілген. Минус 2 көбейту 2-ден 1. 2 мен 2 қысқарады. 5 пен 5 қысқарады. 27 азайтылған 1. Дұрыс айтасың, сонда 26. 6. Большевик, молодец. Так, теңдеуді шығарайық. Менде шықпады. Шықпады ма? Мынандай болады 2x. Мына жер қарай ғой. Мына жерге қарай ғой. Мына жер бізде плюс болады бірінші, иә? Мына 2 минус. 2 минус плюс болады. Осыдан бастайық есепті. Мына 1 бөлінген 2-ні мына жаққа көбейтереміз. X қосылған 2-ден 5 тең 2-ден 1 жақша шығылған. X қосылған 3 2,5. X қосылған. Мынаны қара. Мына біреу тұр ғой, бөлімде тұрған нәрсені. Осыны мына теңдік мына жағына көбейтіп жіберейік. Сосын жақша ашамыз, ә? Жақша ашамыз. X бөлінген 3. 4-тен 59 болады. 4-тен 59, немесе қара, мына жерде. 4-тен 3-ке 4-тен 1-ді қоссаң қанша болады? 4-тен 3-ке 4-тен 1-ді қоссаң 4-тен 4 болады. 4-тен 4. 4. 14-ке 1-ді қосасың. 15. 15. Мынау бөлімдегі 2-ден құтылу үшін бүкіл теңдеуді 2-ге көбейтсек. 2x қосылған, 2-ге көбейтсек 5, тең x бөлінген 3 қосылған 15. 15. Так, біз x-тарды бір жаққа, сандарды бір жаққа жинап алайық. 2x минус x бөлінген 3 тең 15-тен 5 азайтсаң, яқта 10 болады, дұрыс па? Енді осы теңдеуді көбейтейік 3-ке, чтобы мына бөлімдегі 3-тен құтылып кету үшін. Сол кезде бәрін көбейтеміз. Мына жерде 2x-ті 3-ке көбейтеміз. 6x минус 9. Жоқ, 9 болмайды ғой. Ағара. 3-тен x-ті 3-ке көбейткен кезде
Қысқарып кетеді ғой. Сонда x та жерде қалады, тең 30. X қалып қалады, там 30. Мына жерде бізде 5x тең 30. 5x тең 30. X тең 6. X тең 6. X тең 6. Ары қарай кеттік. Скрин жасап ал. Сәл түсірейін ба? Бұдан. Мына жақта да сондай. Мынандай y барларды бір жаққа, сандарды бір жаққа жинаймыз. Сандарды бір жаққа. Так, мынау бізде y бар, мына бір минусымен тұрған нәрсені теңдіктің келесі бетіне плюс қылып өтеді. Осыдан бастайық, өйткені плюстан басталсын есебіміз. 5 бөлінген 6y минус 3 бөлінген 2y минус y тең болады. 110,2 қосылғаннан 0,2 деп жаза салайыншы, 5-тен 1-ді. Иә? Мынаны азайтылған 320,4. Жақсы. Так, мына жерде ортақ бөлім беріп тастайық. Ортақ бөлім 6 болады, иә? Иә. Так, мынаған 1-ден, мынаған 3-тен, мынаған 6-дан ба? Так, 5-тен 9 азайтамыз. 4. Минус 4. Мықты минус 6, минус 10 болады, иә? Иә. Минус 10y. Тең, мына жақты есептейік. 110,4 минус 320,4. Ол бізде неше шығады? 210 болады. 210 болады. 430. Қара. Мына минус қой. Мына жер минус қой. Иә. Азайтамыз. 320,4-тен азайтамыз. 210. Иә, 210 болады. 210 болады. Так, мына жерде нөлі мен мынаның бір нөлін қысқартып жіберейік. Плюс, 2 минус плюс болады. Минус 6-да минус 1. Жоқ, мына жақта бір минус тұр, қара. Мынау минус тұр, мынау минус тұр. Плюс бұл. Плюс болып кетеді. Сонда 6-тан яққа кете ма? 6-ны 21-ге көбейтеміз. Қанша болады? 21 көбейтілген 6. 126. 126. Түсіндің ғой, иә? Иә. Жақсы. Келесі сетке көштік. 5-те алып келмейді, шықты 120. Так, не дейді? 12 мен 18-ді қосып, соны 240 пен 60-тың қатынасын көбейтті ма? Так, қысқартамыз. 60 мен 240 не сөйт қысқарады екеуі. Қанша болады? Қанша? Анаған 1-ден, ал 24-тен 4-тен. 30 көбейтеді, 120, иә. 120. Сажалысы. Так. Ары қарай келесіге кеттік. 6-да не ма? 24 шыға ма? 6-да ма? Иә. 6-да, так. Не есептейік қазір? Белгілесап, так. Әдемі болу үшін былай істейік тарай. Мен кеше үйреніп алдым. Так, қабырғаларының ұзындықтары А және Б. Мынау А, қызылмен емес көп. Қабырғасының ұзындығы А, мына жағы Б, иә. Тіктөртбұрыштың периметрі А мен Б-ның қосындысынан, екеуінің қосындысынан 2 есе үлкен болады. Так, тіктөртбұрыштың периметрі, значит, периметрдің формуласы мынаған тең емес па бізде? Иә. Значит, осы болды, просто апарып орнына қоя саламыз. Мынаның орнына 3 қосылған 8, 11, 11, 2, 22 ма? 22. Бірінші 22
дедім да потом қосып жібердім да екіні тағы Сен қанша деп 22 белгілеп едің? 24 сол үлкен деген 22 шыққанда периметрін таптым да потом екіге қосып жібергенмін ғой тағы үлкен деген 22 болады. Так, бүйтіп жазған кезде көрініп тұр ғой бізде периметрдің формуласы қандай? П тең екі П тең еселенген. А қосу Б көбейтілген екі А. Значит, қара, мына формула мен мына формула екеуі бір-біріне тең болып тұр ғой. Сол үшін бірдей Иә. болады. Мгм. Так, кеттік ары қарай. Тағы да Жеті тура де сондай есеп. 7 шықты ма? 7 де менде шықпады. 7 шыққан. Так, қара, мынандайды ұмытпайық. Мынаны көрсете салайын. Так, қара, сенде мынандай есеп берілген кезде тіктөртбұрыштың периметрі мынаған тең, иә, 144 сантиметр. Қабырғаларының қатынасы 5-тің 7-ге қатынасына тіктөртбұрыштың ені мен ұзындығын көбейтіндісін анықтаңыз. Тіктөртбұрыштың ені мен көбейтіндісінің ұзындығы деген ол не ол? Қандай формула? Тіктөртбұрыштың ені мен көбейтіндісі деген қандай формула? Ауданның формуласы, иә? Мысалы, тіктөртбұрыштың А көбейтілген Б ол ауданға тең. Значит, бізде есептің шартында біздің тіктөртбұрыштың ені мен ұзындығын көбейтіндісін анықтаңыз деген ауданды тап деген сөз. Енді бізде айтады 7-де 5 дейді. 7-де 5х деп аламыз, егер мында қатынас берілетін болса. Қатынас деп отырған ол айтайық, мына екеуі қандай да бір санға қысқарып кеткен, міне. 7 былай жазылып тұр бұл. Басқаша жазатын болсан, мынандай болып жазылып тұр. 5 мындай теңдеу сияқты сенің 140. Теңдеу сияқты шығады дұрыс. 2 жақша ашылған 5 су жеті. Қалай дедің? 2 жақша ашылған. 2 жақша ашылған 5 7 x қосылған 5 дұрыс. тең 144. 2 мен 144 қысқартып жіберейік, мына жақта 72 болсын. Так, мына жерде 12х тең 72. 72 x тең қанша болады? 6. Значит, мына екеуі де 6-ға қысқарып кеткен деген сөз. На самом деле мынаның несі? Сонда анау бәрін 7-ге 6-ға көбейтіп жібереміз, а? 7-ні 6-ға. 42, ал 5-ға 30. 30. Енді бізден аудан сұрап тұр. Екеуін көбейтіңіз ма? Дұрыс айтасың, екеуін көбейте саламыз. Значит, тең болады. Так, 2-ні 3-ге көбейтсек 6. Мынаны көбейтсек 260. 260. Так, 1260 ол бізде Д. Ары қарай кеттік. Бір аудиториядағы оқушылардың саны 360 және де 480 сандарының ең үлкен ортақ бөлгішіне тең. Егер қыздардың саны, так, ең үлкен ортақ бөлгіш қайсы санмен 360 пен 480. 480. Мынандай 362-ге бөлесің 180. Олай істесек те болады, сосын тағы бір оңай варианты бар. Мынадан мынаны азайтайық. Неше шығады? 120, иә? 120, иә. 120 360-ға бөліне ма? Ал? Иә, 360-ға 120 бөлінеді 3-ге. 480-ге бөліне ма? Иә, бөлінеді. Значит, ең үлкен ортақ бөлгіш 120 деп ала беруге болады. Түсіндік қой, иә? Иә. Енді біз бұл ең үлкен ортақ бөлгішіне тең, неге тең бұл ең үлкен ортақ бөлгіш? Нені анықтап тұр бізге? Аудиториядағы оқушы саны, иә? Иә. Егер қыздардың саны 48 болса, ұлдардікі неше? Значит, 120-дан азайтамыз 48-ді. Тең болады 2. 72 ма? Иә, 72. Значит, 72. А жауабы болады.
Түсіндің, иә? Ең үлкен ортақ бөлгіш Иә. оңай табу жолы. Иә. Кеттік келесі есепке қарайық. Автокөліктің ұзындығы 500 км жолдың 20%-ін Әпке, анау нені 500-ді 0,2-ге бөлеміз, иә? бір минутқа оқи салайыншы, берілген оқи салайын. Автокөліктің ұзындығы 500 км жолдың 20%-ын және автобус ұзындығы 800 км жолдың 40%-ын жүріп өтті. Автокөлік пен автобустың жүрген жолдарын қосындысында. Так, есептің мағынасы мынандай, міне. Мына жерде 500 км жол жүріп өтеді. Соның 20%-ін жүріп қойды, 20%-ін. Общий ол бізде 500 км. Екінші, мынау автокөліктің жүрген жолы. Енді сосын тура осындай не деп айтады мынау? Автобус 800 км жолдың 40%-ін жүріп қойды. Так, біз бірінші 500-дің 20%-ін табамыз. 500-дің 20%-ін табу үшін 500-ді 0,2-ге көбейтеміз. Жақсы, 0,2-ге көбейтеміз. Сонда шығады. 1250. Мынау 0 мен мынау 0 қысқарып кетеді. 1200 болмайды. 2500. Жоқ, 100 болады. 500-ді 0,2-ге көбейткенде. Қара, кез келген санды, мысалы, 10-ды көбейтесің 0,1-ге. Мына үтірдің мына жағындағы 0 мен мына жағындағы 0 қысқарып кетеді. Міне 1 болады. Мысалы, тағы да 25,5-ті көбейтейік, 22,5 көбейтейік, мысалы, 10-ға. Мына үтір мен мына 0 қысқарып кетеді. Түсіндің ғой, иә? Сол кезде Соны 2-ге көбейтеміз 50-ді ма? 50-ге көбейтеміз 2-ні 100 болады. 800-ді көбейтеміз. Мынау бізде 0,4. 0,4. Сол 0 мен қысқарып кетеді, иә? 0 мен қысқарып кетеді, сонда болады. 160. 160 болмайды ғой. Ой, 80-ді 4-ке көбейтсек. 320. Бізге сұрап тұр, екеуінің жүрген жолдарының қосындысы. Екеуін қосымыз 420. 420 километр. Е. Болады. Ары қарай кеттік. 10. Бірінші үстінен бәрін несе аламыз. Екеуін қосып алайық. Қанша болады қоссақ? 7, 7-нің квадраты. 7. Неге жаза берейінші? 7-нің квадраты қанша? 49. Плюс. Мына екеуі қосылады. Қанша болады? 4, 4-нің квадраты. 16. Минус 3-тің кубы. 9. Минус 9. Қой, 9 болмайды 3-тің кубы. Кубы 27, я. 1 минус, так, мына жерде 2-нің квадраты 4, 4-тен 1 азайтамыз, минус 3. Дұрыс па? Иә. Так, 4-ке 49 қосамыз. 53. 42. Шықты бәрінен. 42 шықты ма, төбесінен, алымнан? Иә. Таңбасы плюс, иә? Иә. 42-ні бөлеміз минус 3-ке. Минус 14. 14. Минус. Ары қарай келесіз. Неше, так. 11-де әпке менде Б шықты. Б. Б? Иә. Жақсы. Санай салайық сонда да, иә? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына екеуі қосылғанда 7. 3 қосу 6. Мына мен мынау қанша болды? 3 қосу 6 дейсің ба? 3 қосылған 6. Так, мынаны жартыларды бүйтіп қоя салайыншы. Мына екеуі біреу, мына мен мынау біреу, мына мен мынау біреу, дұрыс, үшеу, иә? Так. И мына жақта. Так, былай істейік. Мына жақта қанша? 9 шықты ма? Мына жақта 9 шықты ғой, иә? Иә, 9 шықты, иә. Мына жақтан 9-ды алып тастай салайық, 9-ды. Сөйге қалғанын санай саламыз сосын. 3-те 3 мынаны бүйтіп бөліп алайық та. Все болды, мынаны санамаймыз 9-ды. Қалғанын санайық мына жақта. 1,
екеу, Үшеу. үшеу, төртеу, бесеу. Мына мынау 6-ау и мына мен 6,5. Так, кеттік. Ары қарай кеттік дейміз. Теңдеу. Так, қай жерден бастаймыз? Мына жерден бастайық. Мына плюс пен минус болады, иә? Минус. Бірінші осыны есептейік. Бірінші деп қойды жерге. 3х қосылған. 3х қосылған. Жоқ, мынау бізде модуль ғой. Қара. Модуль болған кезде Модульден шығарып аламыз ғой бірінші. модульден шығады, плюс болады. 18-ден 5 болып шығады. Минусы жоқ қойды. Модульден, иә? Значит, 3х минус жақшаның ішінде. Так. Минус 1 бүтін. Минус 1 бүтінді сразу андайға айналдырсақ, 18-ден 18-ден. Қанша болады? 18, оған 12-ні қосамыз. 230 болмай ма? Иә? Бұрыш бөлшекке айналдырған кезде 18, 1-ді 18-ге өтеміз 18, оған 12-ні қосамыз 30. И плюс плюс 3 бүтін 18-ден 5. Қанша болады 18-не алған кезде? Есепте салайық. 3-ті көбейтеміз 18-ге. 54, 54-ке 5-ті қосамыз. 59. 59. Так, тең. Мына 2-ні бұрынғыдай мына көбейіп жіберейік теңдіктің келесі бетіне. Мына 2 минус плюс болады. Дұрыс па? Сосын мынау көбейтіп бұрыс бөлшекке айналдырсақ, 36-тан көбейткенде 72, 79 бола ма? 79, иә. 36-та 79. Мына жаққа көбейткен кезде бірінші мынаған көбейтеміз, сосын барып мынаған көбейтеміз. Так, мынаған көбейткен кезде 2 мен 2 1 болып кетеді. Сонда 1 x болып қалады. X болып қалады. Мына жер ортасы плюс болады. Мынаны 2-ге көбейткен кезде 18 болады, иә? 18 төбесінде не болады? 79 ба? Иә. Ойбай, біз мына жерде қате жеріппіз ғой. Мына жер бөлім 18 ғой. Так, кеттік ары қарай. 3x, x-ті мына бетке жібересіз. Ладно, бірінші нәтижені қосып алайықшы. 3x минус 30 плюс 19 азайтамыз. 59 азайтылады. 18-де 19 29 тең x плюс 79 18. Мына жаққа кетеді. x-тардың барлығын бір жерге қанша болады? Плюс аяғы минус болып барады. 18-де 79. Так, вместо 3x минус x 79 бөлінген 18 қосылған 29 бөлінген 18. Яқта 2x тең болады. 18-ден 50. 50. Қалай 50? Қосылады ғой. 108. 108 бен 18 қысқарады. Қаншаға қысқарады? Маған 1-ден. Маған? Сәлем, Ақмарал. Енді қосылдым. Жақсы. 6-ға. 6 бола ма? Значит, 2x тең 6, x тең қанша? 2x-ті бөлеміз 6-ға тогда 3. Қанша болады? 3. Ответі 3 деген бар екен, е? Все, кеттік, дальше кеттік. Ең үлкен 3 таңбалы натурал сан. Және ең кіші 2 таңбалы натурал санның айырымы 43-ке тең. 43-ке арттырып 3-ке бөлгендегі мәні. Так, маған айта ғой, ең үлкен 3 таңбалы натурал сан неше? 999 емес, а? Жақсы, 999.
ең кіші Ең екі кісі таңдала. 10. Минус 10. Мгм. 100. 189. Содан не істе дейді? Жоқ, Айырымынан ең кіші. Иә. 43-ке арттырып, 3-ке бөл дей ма? Ақмарал, сен шығып қайтадан кіресің ау деймін, даусың нашар естіліп жатыр. Так, сонда неше шығады бізде? Есептедік па? 998-ге қосамыз 43-ті. 432. 432. Бәрін де есептеген кезде ма? Жоқ, 389-ы 43-ті қосқан. Жалпы мына жерде назар айтқанда 989, оған 43-ті қосамыз. Қанша болады? 1022. 144 шықты. Бәріне. 300 қанша шығады? 40. Дұрыстап қосыңдар ма сендер? 1022 бөліне ма өзінеге 43-ке? 1022 3-ке бөліне ма? Бөлінбейді ғой. 378. Сендер дұрыс қосқан жоқсыңдар мына жерде. Дұрыстап қосамыз. 999-дан азайтамыз 10-ды. Ол бізде болады 989. Оған қосамыз 43-ті. 1032 болады ғой. 1032-ні 3-ке бөлген кезде 344 шығады. Так, 344. Ажау. Так, келесі есеп. Келесі есеп теңдеу. Так, пропорциямен есептейміз в основном. Так, не істейміз? Бірінші мынаны жазып аламыз. Ең бірінші x минус 3,5 бөлінген 2 бөлінген 3-тен қанша болатынын ауыстырсақ? 3-тен 5 бола ма? 3-тен 5, я. Тең, мынаны бөлейік. 4-тен 12, 14 болады, е? Осыны бөлу керекпіз мынаған. 3-тен 7-ге. Ой, ауысады орнымен, дұрыс па? Я, ауысады. 7 мен 14. Мынаған 1-ден, мынаған 2-ден, мынаған 1-ден, мынаған 2-ден. Сонда бізде 2-ден 3. x минус 3,5 бөлінген 2 тең болады. Мынаны 2-ден 3-ті көбейтеміз. Мынаны мына жаққа көбейтіп жібереміз, теңдіктің мына жағына. Көбейтеміз 3-тен 5-ке. 15-тен. Мынамен мынау қысқарады. Так, значит, бізде x минус 2,5, е? Мына 2-ден құтылу үшін бүкіл теңдеуді көбейтіп жіберейік 2-ке. Сонда 2x минус 3,5 тең 5. 2x тең мына бетке барған кезде қосылады. Сонда 8,5 болады. 8,5-ті 2-ке бөлетін болсақ, болмаса мынаны 17 бөлінген 2 деп алатын болсақ, көбейтілген мына жердегі 2, мынау 2 бөліміне барып көбейтіледі. Значит, сонда x тең болады 17 бөлінген 4. Мен не үшін мынандайға ауыстым, себебі жауап бізде солай беріліп тұр екен. Ондық бөлшекпен, жақсы ма? Сұрақ бар ма осы жерде, Санжар? Ау? Жоқ. Сұрақ бар ма? Жоқ.
Жақсы. Сұрағын алып көрсет, жақсы. Так, келесі есепке көшейік. Бірінші сан екінші санның 20% құрайды. Бізде екі сан берілгенде есептің басында. Ал екінші санның үш сан берілді. Бірінші сан екінші санның 20% құрайды. Ал екінші сан үшінші санға қатынасы 2/3. Бізде міне 3 сан бар. 1, 2, 3 сан бар. Бірінші сан мен үшінші сандардың қосындысы екінші санға 56-ға артық. Ең кіші санды табыңыз дейді. Так, бізде 3 сан берілген балалар. Так, мынау мысалы x деп алайық. Так, мына екеуі берілген. 2x пен 3x. Өйткені айтып тұр ғой. Екінші сан мен үшінші санның қатынасы 2x бөлінген 3x. Не айтады? Екінші санның қанша проценті? 20%. Мынаның 20%. Значит, 2x-ті көбейтеміз 0,2-ге. Ол бірінші санды құрайды. Түсінікті ғой, а? Так, сосын айтады ары қарай. Бірінші мен үшінші сандардың қосындысы. Мына екеуін көбейткенде 0,4 болады ғой. Бірінші сан мен үшінші санды қосқан кезде екінші сан екеуін қосқанда екінші саннан 56-ға артық. Значит, мына екеуін қосып азайтсақ, екінші санды 56 шығады екен. Есептейміз ары қарай мына жерде. 3,4, 3,4-тен 2-ні азайтамыз. Қанша болады? 1,4. 1,4 x тең 56. X-тен болады 40. X-іміз 40 болса, ішіндегі ең кіші санды табыңыз. Ең кішісі ол бізде бірінші сан ғой. Өйткені 0,4 қана. Сонда 0,4-ті көбейтеміз 40-қа. 0 мен 0 ұтыр қысқарып кетеді, сонда 16 болады екен. Так, кеттік, келесі есеп. Так, үлгерейік қаларға. Так, келесі есеп. Қосындысы 3000 болатын екі санның біреуінің 20%, екіншісінің 60%-на тең. Кіші санды табыңыз. Бізде екі сан бар. X және де Y. Так. Бірінші 3,000-да 0,2. Бірінші айтады, екі санның қосындысы 3000-ды береді дейді. Екеуінің қосындысы 3000-ды береді дейді. Біреусінің мынаның мысалы 20%, мынаның 60%-на тең. Есеп шарты осындай. Енді мынадан, мына екінші теңдеуден 0,2-ден құтылу үшін 0,2 бөліп жіберейік. Теңдеуді 0 мен 0 қысқарып кетеді. 0,2 қысқартқаннан ері x қалады. 600. 6-ны 0,2-ге бөл. 0,6-ны бөлек 0,2-ге 0-дерін қысқарып кетеді, 3 қалады. Сонда мынау 3y болады. Ставалық x-іміз 3y-ге тең. Апарып бірінші теңдеуге қоямыз. Нелерге? Значит, 3y қосылған y тең болады 3000. 4y тең 3000. Y табайық, y-іміз тең болады 3000-ді. 3000-ды 4-ке бөлейік, неше шығады? 1750 шыға ма? Значит, y-іміз 750 шығады, x-іміз осыдан 3 есе үлкен. 750-ді 3-ке бөлеміз. 750-ді 3-ке көбейтеміз. Мына айтып тұр ғой. 3 есе үлкен не жерде. Сонда 2250 болады. Бізге кішісін табу керек. Кішісі сонда бізде 750 болады. Дұрыс ма? Келесі есепке көше берейін ба? Келесі есеп мынандай. Так, мына жерде қай жерден бастайық?
квадраттай алайық мына жерде. Так, астына не дейді? Мына екеуі плюс болады. Мынау жойылып кетеді. Бөлімі мынау полный мынау бөлімі 1 болады. Значит, бөлімі уже жоқ деп есептейміз. Түсінікті ғой, иә? иә Міне. Плюс 2 минус 2 1 болады, 0 болады. И мына 1 ғана қалып тұр. Астын все, асты жоқ бізде. Так, мына жерден бастайық. Так, 3 мына бұрыс бөлшекке айналдырайық. 3-тен 5х қосылған 9-дан қанша болады? 14 тең болады. Мына жер бізде 9-дан 4 минус 3 болып тұр. Сонда бұл қанша болады? Мынаны қосатын болсақ, 3 пен 9 қысқармайды бұл, қысқармайды. Мынаған ортақ бөлім береміз. 9, 27, 27-ге 4 қоссақ 31. Минус 31 болады. Минус 31 бөлінген 9. Так, 5 бөлінген 3х тең. Мына жаққа барғанда қосылады. Қоссақ бізде 45 бола ма? 45 бөлінген 9. Мына жерде 5 болады. 5 пен 5 қысқарады. Х-тен 3 болады. Минус 3 болады балар. Минус. 3-тен 5. Мына жерде өздерін есептейсіңдер ма? Түсіндірейін ба толық? Міне қараймыз балалар мына жерде. Мына жерде асығып түсіндіріп жүрдім ғой. Так, мына жерде 5х бөлінген 3 тең 5-ті 9-ға бөлсек минус 5 болады. Минус 5 пен мынау минус қысқарады, нері минус 1 қалады. Мына минус 1-ге мына 3 көбейтіледі. Сол кезде х тең болады минус 1.